Саламатсыздар ма үйренушілер, кезекті сабағымызды бастаймыз. Яғни бүгінгі сабағымыздың тақырыбы ол менің алғашқы программам. Біз оны алдыңғы тақырыпта көрген болатынбыз. Яғни Hello World деген текстті шығару мемнеді кейін қолданатын сигнал-айнында жазып кесіп салып қойдым. Бұл жазылған кодымыз, мына шыққан нәтижеміз. Біз шығар деген текстті шығарып тұр. Hello World деген. Енді код деген нәрсеге тоқтала кетейік. Код дегеніміз ол компьютерге берілетін түсінікті тіл, яғни былай істе деген командаларды жиынтығы десек те болады. Оны кейін тереңнен түсінетін боласыздар. Қашан солай ғана айтып тұрайық. IDE не үшін керек? Әрине IDE бұл оның бойында көптеген мүмкіндіктер бар. Ол жазылған программаларды тестілей алады және дұрыстай алады. Тестілей алады және дұрыстай алады және реттей алады. Қателіктерін тауып бізге, яғни программаны дұрыс жазу үшін жақсы мүмкіндік бере алады да бізге. Көп қасиеттері бар. Мына жерде Visual Studio'ның IDE-сінің интерфейсі. XML-де iPhone-ға программа жазған код. Енді сіздерде мүмкіндік бар Visual Studio'ны қолдануға, бірақ негізі біз Devsy-ді қолданғанымыз дұрыс басында, өткен бәрібір соңында Visual-ға көшетін боламыз міндетті түрде. Бірақ қазірше Devsy қолданбас сіздерге ең оңай, қарапайым және ешқандай қателіктер туудан сақтануға мүмкіндік бере алады. Енді жазған кодымызды қалай қозғалтамыз дейді. Біріншісі F11-да басу арқылы қозғалту, екіншісі CMD-де команда арқылы, бұйрық беру арқылы қозғалтуға болады. Үшіншісі тікелей ашу арқылы қозғалтуға болады. Енді біз бір F11-да арқылы қозғалтып көрген болатынбыз. Енді осы CMD арқылымен тікелей ашып қозғалтуды қарастырып көрейік. Ең алдымен ID-мізді ашайық. Бір программа жасайық. Біздің ең алғашқы программамыз, яғни Hello World деген текстті шығарайық. Ол біздің ең алғаш жазатын кодымызға. Бұл жерге, орталыққа қандай да бір текстті жазсаңыз шығады. Мына жерге, мына екі тырнақшаның символдық белгілердің арасына қандай да бір текст жазсаңыз шығады. Мысалы біз бұл жерде ең алғашқы, енді көп программа программистер алғаш бастаған кезде осылай осы текст шығарып көреді. Яғни бүгінде біз бастап шығарып тұрық. Енді бұлардың арасына сізде өзіңіздің ойлаған текстіңізді қойға болады. Бірінші ең алдымен бұны қайтетін едік. Біз бұны F11 арқылы қозғалтатын едік. Бірақ бұл F11 бізді бірінші тестілеп береді, екіншісі арғай қозғалтуға мүмкіндік береді. Басып көрейік. Ең алдымен сақта дейді.
сақтаудан бұрын біз жаңағы мына бетімізге бір папка құрып алайық. Яғни оның атын cpp дей салайық. Сосын осы жерге программаны сақтайық. Яғни фомерді бастақ, сақтау терезе шығады. Енді столдағы cpp-ді дейміз да, открытте осы жерге жазайық. Бұның атын бір дей салайық. Просто бір дей салайық. .cpp деп бір көрейік, сақталды ма екен. Не фомер тестілеп жіберді, ойлаған текст шықты. Мен қасына жасайын. Біз шығар деген, қалауалды деген тексті үштілеп белгісімен шығарып берді. Біз көрейік. Бұл біздің cpp файлымыз. Мына біріншісі, екіншісі ол exe файл құрады. Яғни біздің қара экранымыз ол exe файл. Біз мысалға өшірдік. Енді мұнан exe файл тікелей қосу арқылы шығаруға да болады. Тікелей басып. Біз команда арқылы да қозғалтуға болады. Енді оны команда арқылы қозғалтуды қалай жүзеге асырамыз дегенде, ең алдымен мынада CMD-ны ашамыз. CMD-ны ашамыз. Бізде мынау тұрған орны қай жерде екенін анықтаймыз. Мына жерде анықтай алайық. Не көріп отырғандай, бұл столда тұр екен. Яғни біз жасаймыз cd деген ол Mac'та басқа жерде де көп қолданылатын команда, яғни кіру деген. Кіруге мүмкіндік бере алады. Мысалы мен осы орынға кірейік. Біз қазір юзердің ішінде, айдардың ішінде тұрмық. Енді осыған кіруге мүмкіндік берейік. Біз бәрін жазып жүрмей салайық. Артын жазсайық. Мысалға кірдік. Бұл жерде екі түрлі файл бар. Біріншісі ол файл деген және cpp деген. Енді cpp-ге кіру керекпіз ғой, яғни cpp-ге кірейік. cpp-ге кірдік. cpp-дің ішінде не бар? Тек қана осы және екі файл бар. Егер біз, мысалға, бізде біріншісі ол cpp файл, екіншісі exe файл. Егер біріншісіне кіретін болсақ, мысалы cpp файлға, онда бұл бізге мына жердегі мына ашылып тұрған нені ашып жібереді. Мысалы мынаны өшіріп жіберейік, ең алдымен астында ештеңе болмады. Енді сол жаңағы жазған кодымыз қайталайық. Бұл не осындай жаңағы бізден DevSecOps'та cpp файлымызды ашып бере алады. Ашып берді. Енді біз оны біздің нақты көз жеткізмеген шыққан нәтиже ғой. Программаны қозғап қалауалды деген қара экранға шығару. Оны exe файлдан көре аламыз. Мысалы exe файл деп қоссақ, менде көріп тұрғандай текстіміз шықты. Ойлаған мақсатқа жеттік. Біз жаңағы қозғалтпақшы болған барлығын танысып қозғалттық. Енді слайдқа қайтадан оралайық. Слайдты бітті. Енді бірақ мына жерде біраз нәрселерді түсіндіре кетейін. Сіздер алғашында енді бастап үйреніп жатқан адамдарсыздар ғой. Сіздерге мүмкіндік болса, мына жерде, яғни мына жазылған бөлікті бір тұрақты форма деп қазірше жаттап алыңыз. Себебі біз мыналардың барлығын түсіндірген жоқпыз ғой. Мысалы encode, мынаның не мағынасы екен, мыналардың жеке-жеке не мағына атқаратынын, немесе мына int main'нің не мағына атқаратынына ішінде может басқа параметрлер бола ма, мынаның өзі не атқаратынын, мынаның не атқаратынын әлі айтқан жоқпыз. Бірақ бір сағатта айтып шығу бұл мүмкін емес. Біз бұның әрбір өсін бір сағаттық сабақ ретінде тоқталып айтатын боламыз. Оған сенімдімесеңіздер, біздің өтетін сабақтың жоспарын мен бір сабақ қылып салғам. Сол яғни сабақ жоспары деген видеоны қарасаңыздар, бұл жерде барлығы
айтылады. Яғни ең соңында мысалы негізгі білімдердің жаңағы екінші деңгейінде осы ең соңғы сабағында осы мен функциясы туралы тоқталатын болады, яғни оны қайтаратын мәндер туралы. Енді біз бұны бірақ енді сіздерге мұнан мен не жасам соны жаттап алу мақсат емес. Өздеріңіздің фантазияларыңыз күйінше өзгертіп көріңіздер. Мысалға жаңағы print деген жаңағы мынандай текст жаздық қой. Соның ішіне мысалы мен алғашында мысалы мынандай тұруы мүмкін. Мысалы сосын бұл текстті сіздер қалағаныңызша енді фантазияңыз күйінше басқалай текст қылып жазуға, мысалға мен уақытым жаз салдым деп мысалы сондай текст жазуға или басқа текст жазуға оларға болады. Бірақ енді фантазия екен деп бұлай жазуға болмайды. Мысалы п-ның орнына f деп қойып көруге деген сияқты. Ондай болмайды. Қателік береді. Сондықтан кейбір өзгертетін жағдайларда енді сізден программа біз үйретіп жатқаннан көресіз ғой. Содан жаңағы түсінік алып атсаңыз, сол жердегі түсінігіңізше өзіңіздің фантазияларыңызша өзгертіп қолданып көрген дұрыс міндетті. Бірақ андай артық фантазияға салынбаңыз. Оны асықпаңыз. Барлығын біз бір-бірлеп келіп барлығын түсіндіретін боламыз. Сосын мүмкіндігінше сол 5-11-ді файлыңыз, және сол стандарттық жүйедегі 5-11 немесе 5 одан жоғары 14 бар, 17 бар. Сол кітаптарды оқысаңыз да болады. Бүгінгі сабағымызды осымен аяқтайық. Келесі кездескенше сау саламат болыңыздар.